Әйел адамның бақыты еркегінің батасында. Еркекті дүниеде алдаудан оңай нәрсе жоқ. Жамандыққа алдасаң қасірет, жақсылыққа алдасаң қасиет. 3-4 нәрсе ғой. Ұйқысы кеп тұрғанда, ұйқысы қанбай тұрғанда ештеңке айтпай-ақ қой. Қарны ашып тұрғанда ештеңке айтпай-ақ қой. Жүйкесі тозып шаршап тұрғанда ештеңке айтпай-ақ қой. Ал еркектің көңілі көл болып тұрған кезде не айтсаң да аспандағы жұлдызды алып берейін деп тұр ғой еркек бейшара. Сондықтан еркегім ол менің тағдырым. Еркегімнің батасында Құдайдың берекесі тұр. Болашақ ұрпағымның бақыты тұр. Бұл еркек менің тағдырымдағы Құдайдың ең үлкен несібесі осы менің күйеуім деп соның басын бағаласаңыз, ол үлкен жақсылықтың бастауы. Ілгеріде бір күйеуінің үстінен арыз айтып келген әйелге, үлкен ғұлама кісі ақыл айтқан екен. Негізі ол күйеуіңнен құтылмасаң болмайды депті. Бірақ құтыламайым, ол өте ықпалды еркек. Одан оңайшылықпен құтыламайым десе, мен бір құтылатын жолын тауып берем. Біздің жақын маңайда орманда арыстан бар ғой, соның мұртын дейді. Өз қолыңмен кесіп әкеп бер, мен соған бір дұға оқимын, сонымен құтыласың дейді жаңағы. Соменен жаңағы әйел орманға кетеді, ары ойлайды, бері ойлайды, арыстанның мұртын өз қолыммен қалай кесем деп. Оған жету мүмкін емес. Соменен арыстан жүреді-ау деген жолға ет іліп кетеді ғой. Сомен етке жегізіп үйретіп, бір күні арыстанның көзінше алыстан ет лақтырып беретіндей қып, күндердің күнінде сол етті қолынан жегізетін жағдай қалып келеді. Күндердің күнінде жаңағы аң патшасы ашулы арыстан әлгі әйелдің тізесінде жатып ұйықтайтын жағдайға келеді ғой. Соған келген кезде мұртын қырт еткізіп кесіп алады да, арыстанды тастай сап бағанағы ғұламаға жүгіреді ғой. Мінекей, күйеуімнен құтылатын күнде келді-ау, мінезі жаман еді, мінекей кесіп әкелдім дейді. Сонда ғұлама кісі айтқан екен, шырағым дейді, мен сен кесіп әкелемейтін шығар деп ем, әкелген екесің дейді. Бірақ сен қарашы дейді, арыстан саған сөйлесе ала ма дейді сенімен? Жоқ, сөйлесе алмайды дейді. Сенімен сырласа ала ма дейді? Жоқ, сырласа алмайды дейді. Сені сағына ма? Сен сол арыстанды сағынасың ба? Жоқ. Арыстан сенің қадір қасиетіңді біле ма? Жоқ, білмейді. Ал сенің күйеуің сөйлесе ала ма дейді? Иә, сөйлесе алады дейді. Сырласа ала ма дейді? Иә, сырласа алады дейді. Сен оның қадірін біліп, ол сенің қадіріңді біле ала ма дейді? Иә, біле алады дейді. Онда дейді, сөйлесе алмайтын сезімі жоқ, тұла бойы ашу мен задан, жыртқыштықтан тұратын арыстанды дейді, аз уақыттың ішінде сен тізеңе ұйықтаттың ғой дейді. Сезімі бар, бойында мейірімі бар күйеуіңді сен неге жуасталмайсың, оның көңілін таба алмаймын деуің, бар болғаны сен оған тырыспай тұрсың, бар болғаны сен оған барыңды салмай тұрсың деген екен да. Сондықтан қарындастарым, апа жеңгелерім, кез келген жаман деген еркек арыстаннан жақсы ғой. Кез келген жаман мінезді деген еркектің иттігі арыстанның жыртқыстығынан жаман емес қой. Сондықтан да біз барымызды сап, тырысып, соны тіземізде ұйықтататындай болсақ, ал енді еркектер өзі Бауыржан Момышұлының керемет сөзі бар. Ең батыр адам кім деген кезде әйел депті ғой. Неге депті? Себебі мен еркекпін депті. Бір жерге бір аптадан артық қонақ болып қыдырып барамайым депті. Бір жаққа сапарға шықсам үйге қайтқым келеді депті. Ал әйел адамның батырлығы сондай депті. Әлпештеп отырған әке шешесінің қасынан басқа бір әулетке, танымайтын жерге 5-6 күнге емес, 1-2 аптаға емес, өмір бойға кетеді ғой депті.